Сәлеметсің бе, менің кішкентай оқушым? Бүгін біз сенімен В дыбысы және әрпімен танысатын боламыз. В дыбысы мен әрпімен таныспас бұрын, әдеттегідей экранда тұрған суреттерге қарай қой. Әр суретте нені көріп тұрғаныңды айта қой. Және мұғалімнің жауабымен өз жауабынды салыстыр. Егер де дұрыс болатын болса, онда жарайсың. Ендеше кеттік. Бірінші, екінші және үшінші суретке қарай қой. Оларға ортақ не бар? Ойланып көрші. Бүгін бізде 4-ші сабақ. Оларға ортақ не бар? Ойланып көре ғой. Дұрыс тапқан болсаң, олардың барлығы В дыбысынан басталады. Ол сөздердің жазылуына назар аударсаң, міне В деген әріпті көріп тұрсың. Бұл сөздердің барлығын айтқан уақытта біз осы В дыбысынан бастаймыз. Ендеше кеттік. Бірінші суретте ненің суреті бейнеленген? Бұл вагон. Вагон. Екінші суретте ненің суреті? Бұны барлығымыз білетін болармыз, я? Велосипед. Велосипед. Ал үшінші суретте бұл қандай спорттық ойынның түріне жатады? Бұл қандай спорттық ойын? Волейбол. Волейбол. Көріп отырғаныңдай, барлық үш сөзде В дыбысынан басталады. В дыбысы қандай түспен боялған? Қызыл ма, көк пе? Көк түспен боялған. Себебі ол дауыссыз дыбыс. Неге В дыбысы дауыссыз дыбыс? В дыбысын дыбыстап айтып көрші. В. Өкпеден шыққан ауа ерін мен тістің тұсына келгенде кедергіге ұшырайды. Демек, В дыбысы дауыссыз дыбыс. В дыбысы тағы да қандай сөздерде кездеседі екен? Оны білу үшін келесі бейнероликке назар аудара қой. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. В әрпі. В әрпі. Вафли. Вафли. Витамин. Витамин. Велосипед. Велосипед. Трамвай. Трамвай. Автобус. Автобус. Вагон. Вагон. Аквариум. Аквариум. Сәлеметсіңдер ме, балалар? В дыбысы басқа да сөздерде кездесетінін біз көрдік. В дыбысы сөздің басында немесе ортасында да кездеседі екен. Ендеше тапсырманы орындап көре ғой. Берілген суреттердің ішінен В дыбысынан басталатын сөзді тауып белгіле дейді. Алдымен суреттерді атап шығайық. Бірінші суретте ненің суреті? Бұл велосипед. Бұл қоян. Бұл аққу. Ал мынау бота. Ал
Осы жердегі в дыбысынан басталатын сөз қайсысы? Иә, дұрыс айтасың. В дыбысынан басталатын сөз велосипед. В велосипед деп таңдап белгіледік. Тексерейік. Иә, дұрыс таптың. Велосипед сөзі в дыбысынан басталады. Менің кішкентай оқушым өтілген барлық дыбыстарды, әріптерді ұмытып қалмас үшін оларды күнделікті қайталап отыр. Алдағы уақытта мен әріптерді танытқаннан кейін оқуға үйрететін боламын. Сау бола ғой.